Саламатсыңдар ма? Бүгін математика сабағынан 4-ші сынып 4-ші тоқсан ТЖБ тапсырмасын талдаймыз. Бірінші тапсырма. Қос теңсіздік түрінде жаз және шешімдер жиынын тап. X саны 40-тан артық және 65-тен кем. Дәптерімізге алдымен бірінші тапсырманы жазып аламыз. Қос теңсіздік түрінде жаз дейді. X саны 40-тан артық және 65-тен кем. Қос теңсіздік түрінде жазылуы осылай болады. Енді есепті сан сәулесінде бейнелеп көрсетейік. 40-тан 65-ке дейінгі сан аралығын жазамыз сан түзуінде. Енді 40-тан артық дегеніміз 40-тан үлкен сандар. Демек, мына 40-тан бастап былай қарай оң жаққа қарай барлығын сызамыз. Енді 65-тен кем дегеніміз 65-тен кіші сандарды. Мына жақ төменгі сандардың барлығы бізде кетеді. Енді айтады, осы санның аралығы шешімдер жиыны қайсы болады деп. Бізде 40 пен 65 шешімдер жиынына кірмейді. Сонда есептік жауабы мына 41-ден 64-ке дейінгі сан аралығы болады. Сонда мұнда жазасыңдар 41, 42, 43, 44, 45, 46, осылай барлығын жазасыңдар. 63, 64, 60, дұрыс, осы 64-ке дейінгі сан аралығы. Есебіміз шықты. Келесі екінші тапсырмамызды шығарайық. Теңдеуді шеш. Теңдеуімізді жазып аламыз, ал теңдеуді шығартып көрейік. Алдымен 540 бөлінген к-ны жазамыз. 104 дейміз дегені 95 теңдіктің мына бетіне азайту болып өтеді. Екеуінің азайтсақ 90 болады. Енді к-ны табу үшін 540-ты 9-ға бөлеміз, сонда 60. К-ның маны 60-қа тең. Бұл бізде теңдеудің жауабы. Осы 60-ты мұнда алып барып теңдеуді тексереміз. Сонда 104 тең 104 теңдігіміз дұрыс орындалды. Келесі үшінші тапсырма салыстыру берілген. Мұнда сендерге көрінбейді, қазір мен дәптерге үлкен анық қылып жазып көрсетейін. Бірінші салыстыруымыз. Салыстырудың бірінші жағында 32-ден 15 қосылған 32-ден 3. Екінші жағында 32-ден 19 азайтылған 32-ден 5. Мына салыстыруды шығару үшін алдымен мына қосындыны қосып аламыз, сосын азайтындыны орындаймыз. Бөлімдері бірдей. Бізде бөлімдері бірдей болса, тек алымдармен ғана жұмыс жасаймыз. Бөлімі 32 ма, 32-нің өзін жазамыз. Алымдарында не тұр? 15-те 3. Таңба бізде қосу. Екеуін қосамыз, сонда 18. Бірінші жақтың жауабы 32-ден 18 болады. Енді екіншісіне қарайық. 32 бөлімін жазып қоямыз. 19-дан 5-ті азайтамыз, сонда 14. Балалар, енді қарайық. Екі жақта да бөлімдері бірдей. Енді алымдары қай жақ үлкен? Сол жақ бізде үлкен болады. 18 үлкен ба? 14 үлкен ба? Әрине 18 үлкен. Неке, сонда теңдікті мына жаққа қарай қоямыз. Бірінші салыстыру шықты. Енді екіншісін орындайық. Екінші салыстыруымыз 70-тен 42 азайтылған 70-тен 6. Дәл мына алдыңғыдай есептеу жүргіземіз. Сонда 42-ден 6-ны аламыз, 36. Мына бірінші жақ сонда 70-тен 36-ға тең. Екінші жағымыз 70-тен 34 қосылған 70-тен 2. 34-ке 2-ні қосамыз, сонда 36 шығады. Енді қараймыз, екі жақ бірдей, яғни тең. Сонда теңдік белгісін қоямыз, мінекей. Есебіміз шықты. Келесі тапсырмаға көшейік. Төртінші тапсырма. Ұшақ А қаласынан Б қаласына қарай 3 сағат 12 минут ұшты. Белгіленген орынға жету үшін тағы дейді 4 сағат 38 минут артық уақыт ұшуы керек. Енді ұшақ барлық жолды неше уақытта ұшып өтеді, соны анықтаймыз. Бізде есептің шартында берілген 3 сағат 12 минутқа қосамыз 4 сағат 38 минутты. Сонда бізде болады 3-ке 4-ті қосамыз 7 сағат, 12-ке 38-ді қосамыз 50 болады, 50 минут. Енді есептің шартында артық уақыт ұшу керек деп, және бізге табу керек барлық жолды неше уақытта ұшып өткенін. Сонда мына ең басындағы ұшқан уақытына біз қосамыз мына 7 сағат 50 минутты. Сонда
10 сағат 62 минут болады. Біз бұны ары қарай өрнектеп жаза аламыз. 11 сағат 2 минут деп. Себебі 62 минутта бізде 1 сағат бар ғой. 1 сағатта 60 минут бар. Сонда соның 1 сағаты мұнда қосылады дағыны 11 сағат 2 минут қалады, оны 2 минут деп жазамыз. Сонда есептің жауабы ұшақ барлық жолда 11 сағат 2 минут уақытта ұшып өтеді. Есеп шықты. Соңғы 5-ші тапсырма. Боялған фигураның ауданын тап. Міне бізде мына фигура, мына жердің барлығы боялып тұр. Мына жер қырқылған. Бұл қазір есеп шығару барысында қажет болады. Есепте берілгендей етіп дәптерімізге фигураны сызып аламыз. Мынау берілген сондағы өлшемдер. Енді біз мына тікбөрт бұрыш қиылып тұр ғой, соны тікбөрт бұрышқа толтырамыздағыны барлық тікбөрт бұрыштың ауданын табамыз. Сонда S дегеніміз А көбейтілген Б, 60-қа 40-ты көбейтеміз. Сонда 2400 метр квадрат болады. Енді мына қырқылған бөліктің ауданын табамыз, яғни мына жердің ауданын табамыз. Сонда 10-ды 20-ға көбейтеміз, мінекей 200 метр квадрат болады мұнда. Енді мына жер боялған бөліктің ауданын табу үшін біз жалпы ауданнан мына қырқылған бөліктің ауданын алып тастаймыз. Сонда 2200 метр квадрат болады. Есептің жауабы шықты. Барлық 5 есеп талданды бізде. Сау болыңдар.